Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше, дәмді әрі сәнді дастарханыңыздың көркін келтіретін ерекше салат жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Өте оңай әрі қолжетімді заттардан жасалынады. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіз. Ол үшін ең алдымен барлық көкөністерімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Содан соң алдымен салат жапырағын алып, осылайша ұзынша етіп, орташа көлемде турап шығатын боламыз. Бізге керекті қазір барлық көкөністерді жіңішке ұзынша етіп турайтын боламыз. Мінекей етті де осылай турап алдық, алдын ала піскен етті. Содан соң мінекей қиярды да алып, жіңішке етіп турап шығатын боламыз. Салатқа қажетті барлық қоспаларды міндетті түрде описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Мөлшерін өзіңіздің жасап жатқан адам санына қарай қосып жасай бересіздер. Өте ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кезекте қызанағымыздың осылай сулы бөлігін алып тастаймыз. Бізге сулы бөлігі қажеті жоқ. Оны бөлек тамақтарға қосып жіберсеңіз де болады. Осылайша сыртқы қатты бөлігін жіңішке ұзынша етіп турап алатын боламыз. Сулы бөлігін салатын болсақ, салатымыздан қатты су шығып кететін болады. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса әрі пайдалы болып жатса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, сақтап алып жасап көріңіздер, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі біз жұмыртқамызды турап аламыз. Алдын ала пісірілген жұмыртқаның ішкі сары бөлігін ала тұрамыз. Оны соңында сәндеуге қолданатын боламыз. Қазір сыртқы бөлігінің барлығын жіңішке ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Содан соң кукурузды қосатын боламыз. Егерде көбірек жасасаңыздар, осылай бір банкасын толықтай қосасыздар, немесе азырақ болса жартысын қоссаңыздар да болады. Және де шым-шым тұз саламыз. Содан соң майонезін салып, жақсылап араластырамыз. Майонезді де көз мөлшерімен салып аламыз. Қыздар, қатты аз да болып қалмасын, аз болса да онша дұрыс болып шықпайды. Салатымызды майонез араластырғанша жақсылап араластырамыз. Қолыңызбен араластырғанда қатты мыжып араластырмаймыз, өте жеңіл түрде араластырып шығамыз. Мінекей қыздар, ыдысымызға осылайша салатымызды салып алдық, өте әдем болып шығады. Жаңағы алып қалған жұмыртқаның сары уызын теркадан өткізіп, немесе майда етіп турап, осылайша салаттың бетіне сеуіп шығамыз. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі ерекше, әрі дастарханыңыздың сәнін келтіретіні сөзсіз. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, видеоларым ұнап жатса, тегін лайктарыңызды аямай басып, міндетті түрде пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Баршаңызға рахмет.